Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және 8-ші Г сыныбының оқушылары. Бүгінгі қазақ тілі пәнінен өтетін ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сабаққа бағыттау сұрағын қойғым келіп отыр. Тас, құм, цемент, қалақ, бұлармен кімдер жұмыс істейді? Дұрыс айтасыңдар балалар. Кітап, журнал, бор, тақта, бұлармен кім жұмыс істейді? Әрине мұғалімдер. Жақсы балалар. Бахилы, халат, шприц, бұларды қандай мамандар пайдаланады? Медицина қызметкерлері. Өте жақсы. Қағаз, компьютер, калькулятор, бұл кімдердің құралдары? Әрине есепшілердің. Осы барлық жұмыс істейтін адамдарды кім деп атайды? Мамандар. Маман иесі болу үшін не керек? Әрине, мамандық керек. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мамандықтар тақырыбы болмақ. Балалар, бүгін біздің зерттейтін сабағымыздың оқу мақсаты перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау. Сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Балалар, олай болса, мамандыққа қатысты психологтың кеңесін видеоролик арқылы тамашалайық. Өте жақсы балалар. Балалар, келесі тапсырма сіздерге оқылым тапсырмасы. Мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз. Мамандық таңдау деп аталады. Мәтінді жақсылап, мұқият оқып шығамыз. Мәтінді оқып зерттеуге 2 минут беріледі. Жақсы балалар, мәтінді оқып болсақ, мәтіннің мағынасын түсіндіріп берулерің сұралады. Мәтіннен 5 етістікті тауып, шарттырай жасау керек. Мәтінді оқып, сұрақ құрастырамыз. Мәтіннен 5 етістікті тауып, ол 5 етістіктен қалаурай жасауымыз керек. Мәтінді оқып, мағыналық атауларды теріп жазамыз. Балалар, тапсырманы дәптерге орындаймыз. Орындау уақыты 3 минут. Өте жақсы балалар. Жазылым тапсырмасына көшеміз. Мамандықтың түрін атап, оның ерекшеліктерін жазамыз. Балалар, қандай мамандық түрлерін білесіңдер? Өте жақсы. Әрине, мұғалім, дәрігер, аспаз, заңгер, суретші, құрылысшы, кітапханашы, күзетші және тағы да басқалар. Балалар, өздеріңнің аңсап, армандайтын болашақ мамандықтарың туралы, оның басқа мамандықтардан қарағанда қандай ерекшелігі бар? Соған тоқталып, бір мамандық туралы, оның ерекшелігі туралы дәптерге жазып, маған
жеке парағыма жіберулеріңе сұралады. Жақсы балалар, олай болса, барлығымыз компьютердің алдынан сәл жылжып, денемізді сергітеміз. Сергіту сәті. Жоғары қарап күн көрдім, төмен қарап жер көрдім. Оңға, солға бұрылып, егеменді ел көрдім. Тағы бір рет қайталаймыз. Жоғары қарап күн көрдім, төмен қарап жер көрдім. Оңға, солға бұрылып, егеменді ел көрдім. Өте тамаша балалар. Денеміз сергіп қалған болса, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі айтылым тапсырмасы. Мамандық таңдаудың тәсілі. Балалар, мамандық таңдауда ең бірінші қандай тәсілге жүгінеміз? Сөзіміздің басын біріншіден деп бастау сұралады. Олай болса, әркім өз пікірлеріңді айтсаңдар. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырма. Балалар, менен сұрақ, сенен жауап әдісі арқылы мен сіздерге өткен тақырып бойынша қазіргі заманда сұранысқа ие мамандықтарды туралы сұрақ беремін. Ол қай маман екенін өздеріңіз айтатын боласыздар. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін мен сіздерге дұрыс жауабын көрсететін боламын. Тауарды сатуды ғана емес, оның қалай өндірілетін жақсы білетін маман. Ол кім? Бұл жүк тасымалын қадағалайтын адам. Бұл кім екен? Компанияның өнімді сату жарнамалау, өткізу жұмыстарымен шұғылданатын өкілі. Ол кім? Сауда өкілдерінің жұмыстарын қадағалайтын, жаңа бағыттарды айқындайтын маман. Сайт жасаумен шұғылданатын маманды кім деп атаймыз? Сайт үшін контент құрушы. Бұл мамандық қалай аталады? Жылжымайтын мүлік саласында оны жобалау және құрылысын жүзеге асырумен шұғылданатын маманды қалай деп атаймыз? Балалар, менен сұрақ, сенен жауап әдісінің дұрыс жауаптарымен танысамыз. Өте жақсы балалар. Дұрыс жауап бердіңдер. Балалар, сабағымыздың соңында семантикалық картаға назар аударуларың сұралады. Мамандықтар. Қоғамда сұранысқа ие мамандықтар. Қазіргі уақытта жойылған мамандықтар. Өзінің мәнін жоғалтпайтын мамандықтар. Жоғарыда көрсетілген атқосшы, бренд менеджер, мұғалім, мұржа тазалаушы. Балалар, қоғамда сұранысқа ие қандай мамандықтар? Дұрыс. Балалар, дұрыс жауап тұрған жерлерге плюс белгісін қойып, кестені толтырамыз. Сіздерге берілетін уақыт 2 минут. Балалар, жауаптарыңа рахмет. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасаймыз. Балалар, өзіміздің арнайы чатқа, Zoom чатына бүгінгі сабақ бойынша сабақтың өтуіне баға береміз, яғни кері байланыс жасаймыз. Рефлексия. Смайликтер арқылы тамаша, сұрағым бар, немесе түсінбедім деп смайлик арқылы белгі берулерің сұралады. Өте жақсы балалар. Балалар, бүгінгі сабақта жауап беріп атсалысқандарың үшін көп-көп рахмет айтамын. Назарларыңызға рахмет.